Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше қонақ дастарханға әдемі көрінетін, дастарханыңыздың сәнін келтіретін гүл самса жасаудың рецептімен, әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге осындай тартылған ет қажет болады. Кез келген өзіңіз ұнататын етті қолдансаңыз болады. Менде бұл жерде сиыр етінің фаршы, тартылған еті, немесе қолмен ұсақтап та турап қолдансаңыз болады. Осындай бір пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Қазақша контентті қолдап, менің YouTube арнама подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде менің видеоларым сізге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Алдағы уақытта түрлі, дәмді, оңай, жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Турап алған пиязымызды осы фаршымыздың үстіне саламыз және татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы жолы мен қатпарлы қамырды дүкеннің қатпарлы қамырын пайдаландым. Осылай дайын күйінде, кесілген күйінде сатылған қамырды сатып алып пайдаланған болатынмын. Қаласаңыз, өз қолыңызбен де жасасаңыз болады. Арнамда қатпарлы қамыр жасаудың да бөлек рецепті бар. Қаласаңыз, сол жерден де қарап, дәл осы қатпарлы қамырды өзіңіз қолдан жасап алсаңыз болады. Осылай қамырымызды жайып аламыз да төрт жағынан кесетін боламыз. Ортасына бір шай қасық көлемінде салмасын салып, самсамызды түйуге кірісеміз. Бір бөлігін алып, ортасына қарай жабыстырамыз. Қалған бөліктерін де дәл видеодағыдай жабыстырып шығамыз. Сол кезде бізде роза гүлі іспетті самсамыз пайда болады. Бір ескеретін нәрсе, түйу барысында жақсылап бекіту қажет болады қамырларды, себебі пісу барысында бұл қатпарлы қамыр болғандықтан бұл көлеміне қарай үлкейетін болады. Сондықтан жақсылап бекітетін боламыз, жабыстырамыз. Осылай үстіңгі бөлігін роза гүлі іспетті етіп, осылай ашамыз, яғни гүлдің формасын беретін боламыз. Нәтижесінде бізде осындай әдемі самса пайда болады. Барлық самсаларымызды дәл осылай жасап аламыз. Менің YouTube арнамда самсаның түрлі рецепті бар. Қатпарлы қамырмен, үгілмелі қамырмен жасалынатын әртүрлі формадағы самсалардың рецепті бар. Сол жерді астыға мен сілтемелерін қалдырамын. YouTube арнама қарап, іздеп тауып, самсаның басқа да түрлерін жасап көруге кеңес беремін. Самса жасаудың бұл әдісі өте оңай әрі әдемі көрінеді. Қонақ шақыратын болсаңыз, қонақ дастарханыңыздың сәнін келтіретін және тәбет ашатын сондай тіске басар болатыны анық, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай жасап алып, пергамент қағазы төселген формамызға саламыз және де бетін жұмыртқаның сарысына кішкене бір шай қасық көлемінде сүт қосып, араластырып, жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне толықтай араларына қамырдың жағылып шығуына аса қатты мән беріңіз, сонда сіздің самсаңыз қызарып, әдемі болып пісіп шығатын болады.
Мен осылай самса әдемі көріну үшін жұмыртқаны жағып болғаннан кейін осындай макс септім. Қалауыңызша күнжіт те сепсеңіз болады, немесе бұл міндетті емес. Осы күйінде пісірсеңіз де әдемі көрінеді. Мен ерекшелендіріп осылай барлық жеріне әдемі көріну үшін сеуіп шықтым. Осы уақыт аралығында пешіңізді қыздырып, дайындап қойсаңыз болады. Қызып тұрған пешіңізге өзіңіздің пешіңіздің температурасына қарай қоятын боласыз. Мен 200 градуста 30-40 минуттай қызарғанша пісіріп алдым. Егер сіздің пешіңіз қатты қызатын болса, 180 градуста пісірсеңіз болады. Тағы бір ерекшелік қосу үшін осылай мен қызанақ бөліктерін ортасына салып шықтым. Бұл міндетті емес. Егер қаласаңыз, дәл осында күйінде де пісірсеңіз болады. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді, әдемі көрінетін, дастарханыңыздың сәнін келтіретін самса болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.